Сәлеметсіңдер ме балалар? 8-ші сабағымыздың тақырыбы Бауыржан батыр, Бауыржан герой. Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь и выучим. Балуан – борец, батыр – герой, жазушы – писатель, шығарма – сочинение, произведение, тану – признать, узнать. Суретке қара. Посмотри на картинку. Кто на картинке? Суреттегі кім? Суреттегі Бауыржан Момышұлы. Ол батыр, он герой. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Және Бауыржан Момышұлы жазушы. Еще он писатель. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Бірінші. Бауыржан Момышұлы кім? Бауыржан Момышұлы кто? Ол батыр, ол жазушы. Екінші, ол қандай соғысқа қатысқан? На какой войне он участвовал? Ұлы Отан соғысына қатысқан. Үшінші, Бауыржан Момышұлы жазушы ма? Бауыржан Момышұлы писатель? Иә, Бауыржан Момышұлы жазушы. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитай текст с переводом. Біз Бауыржан Момышұлын батыр ретінде танимыз. Мы знаем Бауыржана Момышұлы как героя. Ол көптеген өлең кітаптарда жазған. Он написал много стихотворений и книги. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде жазушыға, ана тілін ардақта, досыма деген өлеңдер шығарған. Бауыржан Момышұлы во время войны написал стихотворение писателю «Цени родной язык, другу». Ол Мәскеу үшін шайқас, Куба әскерлері атты кітаптардың да авторы. Он написал книги «Битва за Москву» и «Кубинские войска». Үшінші тапсырма. Төмендегі сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Составь предложение, используя слова. Мысалы, например, Бауыржан Момышұлы батыр, жазушы. Менің атам балуан болған. Мен қазақ өнер байқауына қатысамын. Өнер мектебі Бауыржан Момышұлы көшесінде. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қой. Вместо многоточий вставь пропущенные буквы. Мысалы, бірінші сөз балуан, батыр, өлең, шығарма, кітап, жазушы, өнер. Бесінші тапсырма. Өзің тұратын жерде қандай батырлар бар? Сол кісілер туралы айтып бер. Расскажи, каких еще героев ты знаешь. Есте сақта, запомни. Бауыржан Момышұлы қазақтың батыры, жазушы. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.